Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге дәрумендерге бай, өте пайдалы салаттардың бірі қызылша және алмадан жасалатын өте керемет салаттың рецебімен бөлісуді жөн көрдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен 15 минут көлемінде суға піскен қызылшамды дәл осылай терканың көмегімен ұзынша етіп тура өткізіп алдым. Бұл жерде мен 2 қызылшаны қолдандым. Салаттың көлеміне қарай сіздер қоса берсеңіздер болады. Қызылшаны өткізіп болғаннан соң дәл сол сеткаменен 2-3 бас алманы да дәл солай өткізіп алдым. Салатқа қажетті заттарды дәл осылай алдын ала дайындап қойдым. Ыдысыма өткізілген қызылшаны салдым. Оның үстіне дайын тұрған алманы салдым. Бұл салаттың дәмі өте керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және грек жаңғағынан орташа көлемде турап салаттың бетіне қостым. Және консервідегі жүгеріден қосып жібердім. Дәл осылай зелень мен укропты да қосып жібердім. Бұл міндетті емес, егер ұнамаса қоспасаңыздар да болады. Және 2 ас қасық майонезден қостым. Бір-бірімен жақсылап араластырдым. Бізде осымен салат дайын болды. Тұз қоссаңыздар да болады, бірақ кукуруздың тұзы өзі шығады. Дәл осылай ыдысқа салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Байқағандарыңыздай, құрамы қолжетімді, үй жағдайында қолданып жүрген заттар. Міндетті түрде жасап қойыңыздар. Күздің күні әсіресе анемия кезінде иммунитет көтеретін салаттардың бірі. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.